40 деген жол белгісі тұр. Бұл Қызылорда қаласы, Жаппасбай Батыр көшесі, Ақмаржан Мөлдек ауданының тұсында тұр. Бұның реті дұрыс, орналасуы негізі бар. Және бұған біздің Қызылорда қалалық полиция басқармасынан тиесілі хатта алдыңғы видеоларымызда көргендеріңіздей түнгі уақытта қолданыс уақыты болмайды, яғни кешкі 8-ден таңғы 7-ге дейін 60-пен жүре берсеңіздер болады. Осы мәселені шешіп берген құзыретті органдарға, ондағы атсалысқан қызметкерлерге алғысымызды білдіреміз. Енді бізге көптеген хабарламалар келіп жатыр. Белкөлдің ар жағындағы аркадан кейін Қызылорда қаласының территориясы, яғни елді мекеннің аяқталуы деген белгі, ақпараттық белгі, әрірек шегіндіріліпті. Соны қай жерде орнатылған, соны қарап шығуға біз бүгін шықтық. Мінекей, мына жолдың бойында адамдардың, жаяу жүргіншілердің бірде-біреуі көрінген жоқ, балалар тіпті көрінген жоқ. Енді қараңыздар, 60-пен жүруге осы жерде қажеті бар ма? Қызылорда тиісті құзыретті органға осы аймақта Қызылорда елді мекені аяқталды деген белгіге дейін 80 км/сағат жылдамдық шектеуін орнатып беру туралы ұсыныс хат жолдайтын боламыз. Және айту керек, бізде көптеген хабарламалар келіп жатыр. Екен патрульдік полиция автокөліктері маяк жарықшамын жақпай жүр, сөйтіп радар атып жүр. Соған тиісті құзыретті органға сауал жолдайтын боламыз алдағы уақытта. Ал жігіттер, міне елді мекеннің аяқталуы деген ақпараттық белгі мына жерде тұр екен, көріп алыңыздар. Яғни қоқыстарды утилизация жасайтын мекеменің ар жағында екен. Қаладан сырттан келе жатқанда, сол трассадан түсіп, осы жақтан келген кезде алдымыздан шығады. Сол жерден бастап қалаға дейін 60-пен жүресіздер. Екен патрул көліктері үстіне маяк жарықшамын жақпай түсіріп жүр 60-ға. Соған қапы қалмаңыздар, айыппұл келді деп ертең сандарыңыз ұрып қалмаңыздар. Біздің YouTube және TikTok арналарымызға жазылып, бір-бірлеріңізбен, видеоларымызбен бөлісіп, бас бармақтарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, қолдауларыңызды аямаңыздар. Рахмет, Қызылордадан Фархат, сау саламат болыңыздар.